Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен қатпарлы слоеный тестаны қолдан жасап, содан керемет рогалик жасау рецебімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге аздап қана 150 грамдай сүт және 100 грамм жылы су қажет болады. Ұн бар жоғы 300-350 грамм жеткілікті, алдын ала електен өткізіп, үлкендеу өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып, жарты шай қасық тұз қосып, үстіне алдын ала араластырып қойған жылы сүтімізбен суымызды қосып, жұмсақ қамыр илеудің қажеті жоқ. Қамырды барынша қаттылау етіп илей беріңіздер, жаюға ыңғайлы болады. Уайымдамаңыздар, қамыр өзі босайды. Барлығын тура осы рецепт бойынша жасасаңыздар, мінекей қамырымды жақсылап илеп болдым. Үстінен шамасы 20-30 грамм сұйық майды құйып, қамырды қайта илейміз. Жақсылап илеуі қану керек бастысы. Қамырды жақсылап илеуі қанғанша илеп, майы өзіне сіңгеннен соң жақсылап бір зуалашаға келтіріп, обязательно пакеттің ішіне салып қою керек. Пленка пакеттің ішіне салып қойсаңыздар, өте әдемі болады. 15-20 минут тұрса жеткілікті. Уақытымыз өткеннен соң қайта алып, арада бір қайтарып алсаңыздар тіпті жақсы болады жаярдан алдын. Мінекей қамырымыз жылтырап әдемі болып тұр. Қамырды өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Жалпы барынша жұқарақ етіп жайғандарыңыз дегенмен жақсы. Тіптен самса сияқты болу шарт емес дегенім ғой. Қамырды біркелкі етіп сағат тілімен айналдыра жайып аламыз. Илеуі қанған қамыр шамалы уақыт демалып, 1-2 қайтарылған қамыр ешқашан жыртылмайды, езілмейді, босамайды, керемет болып жылтырап әдемі болып жайылып шығады. Тура видеода көріп тұрғандарыңыздай салмақ салмастан оқтауды бір жағыңға қарай ыңғайласаңыздар жеткілікті. Қалыңдығы видеода да көрініп тұр. Алдын ала үй температурасында ертілген маргаринді қамырымызға жақсылап жағып шығамыз. Қалыңдығы орташа болған дұрыс. Өте аз болып қалмау керек, өте көп болып кетсе де болмай қалады. Барынша орташа қалыңдықта жаққандарыңыз дұрыс болады. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып, лүпілдеріңізді баса кетсеңіздер, қуана-қуана сіздермен кері байланыста болатын едім. Міне қамырымыздың екі жанын қайырып, жалпы қаншаға қайырсаңыздар да өз еріктеріңіз, бірақ әр бүктеген жағына осылай маргаринді жағып отырған дұрыс. Себебі біздің қамырымыз слоеный тесто болу керек, қатпарлы болып. Мінекей барлығын қатпарлары әдемі болып шықсын десеңіздер, осылай барынша майды жаққан дұрыс. Қайтадан пакетімізге салып, холодильниктің ішіне 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан соң қайта алып қамырды қайта жайғандарыңыз дұрыс. Осы этаппен 2 рет қайталасаңыздар да болады. Мен жайғана 1 рет қайталадым. Сіздер егер ерінбесеңіздер, уақыттарыңыз көп болып жатса, беймарал уақытта жасап жатсаңыздар, 2 рет жасағандарыңыз абзал болады. Менің уақытым шамалы тығыз болғандықтан, мен бар жоғы 1 рет қана жасап үлгердім. Екінші қайтара жайған кезінде қамыр шамалы біркелкі түзу болып жайылмауы мүмкін. Ол бір аса қорқынышты нәрсе емес. Мінекей қайтадан сол бастапқыдағыдай маргаринімізді жағып, әр бүктеген бүктемесінің барлығына да осылай маргариндерді жағып шығамыз.
Мінекей қамырымыздың барлығына маргариндерімізді жағып алдық. Қайтадан сол бастапқы қалыптағы сияқты холодильникке ұзағымен 1 сағатқа қойсаңыздар болады, немесе түн асырсаңыздар да жарайды. Жалпы алдын ала дайындап қойып, кейіннен қол бос кезде жасай беруге де болады. Міне қамырымыз алғашқы кезде қатты болатын, арасына маргарин жаға қамырымыз босап, өте әдемі жұмсақ қалыпқа келді. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Өте жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, өте қалың да болуы қажет емес. Енді біздер оны қайтадан холодильникке салмаймыз, жай ғана пісіруге дайындаймыз. Жоғарыда айтып өткенімдей, арасы толған маргарин болғандықтан, қамырыңыз бір келгі дөңгелек болып шығуы шамалы қиындау болуы мүмкін. Ода тұрған ешқандай қорқыныш жоқ, бар жоғы өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жая берсеңіздер болады. Міне қамырымыз жайылып бітті, бірақ ең соңғы айналдырар кезінде ұрпақ сеппегендеріңіз жөн болады. Егер холодильникке қоймасаңыздар, маргариндеріңіз еріп, қамыр жайылмай мазалауы мүмкін. Холодильникке қойсаңыздар, қамыр арасында маргарина шамалы қатып, сіздерге бейжайлық туындырмайды. Мінекей қамырымызды жайып болған соң, пышақтың көмегімен өздеріңізге ұнаған жуандықта, қалыңдықта рогаликтерімізді кесеміз. Менің рогаликтерім өте майда емес және өте ірі емес, орташа болып шығады. Барлығын кесіп болғаннан соң, астыңғы жағынан 2 сантиметрде тілімдеп шықсаңыздар, ораған кезінде керемет болып шығады. Өздеріңізге ыңғайлы болады. Мен рогаликтің ішіне салмасын, яғни начинкасын 2 түрлі нәрсе қосамын. Жартысы бөлігіне варенка, яғни сгущенное молоконың варенкасын қосамын. Ал екінші бөлігіне жай ғана үйіңізде қандай тосап бар болса, соны қосқандарыңыз абзал, бірақ бір айта кететін нәрсе, тосап сұйық болмау керек. Тура видеода көріп тұрғандарыңыздай, арқасы астындағы тілген тілшені 2 жанына қарай шамалы қайырып, өте қатты тығыз етпей орап шығасыздар. Және табаға салған кезде астына фольга немесе осылай пергамент қағазын төсеп, майлаудың қажеті жоқ. Еш уайымдамаңыздар, жабыспайды, себебі қамырдың арасы толған маргарин. Бірақ бір айта кететін нәрсе, бір-біріне қатты жабыстырып қоймаңыздар. Арасы алшақтау 2 сантиметр алшақтық жетеді. Мінекей, бір табанның өзіне маған 8 данасы сыйды. Үстіне жұмыртқаны шағып, бәріне бір келке етіп жағып, безендіру үшін өздеріңізге ұнаған әр нәрсені себуге болады. Мен жай ғана бұл жерде барлық үйден табылатын кунжут пен мак қана септім. Егер тәттілікті қалайтын болсаңыздар, ыстықтай шыққаннан кейін бетіне шоколад жағып, сахарны пудра сепсеңіздер де жарайды, я болмаса сироп жасап, сиропты да үстінен құйсаңыздар жарайды. Мен өте тәтті болғанын қалаған жоқпын, сол себепті осылай пісіріп, сонымен шектеліп қойдым. Қызып тұрған пешке алдын ала 180-200 градуста қыздырып аламыз да, қызып тұрған пешке 20 минут, 18 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әрқалай, дегенмен қарап тұрғандарыңыз жөн болады. Рецепт өте қарапайым. Сіздерге ұнаған болса қуаныштымын. Таңғы асқа, түскі асқа өте тәттіні қаламайтын кісілерге өте таптырмас тәттінің бірі. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі рецепттер видеосында жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Ас болсын.